Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді, тәп-тәтті, ауызда еріп кететін пирог пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы пирогты жасап көрген соң маған енді рахмет айтатын боласыздар. Міндетті түрде рахметті комментарияның астына, видеоның астына жазып кетулеріңізді сұраймын. Потому что бұл деген енді пирог сногсшибательный пирог болады. Енді алдымен осындай сары майымызды аламыз да. Қант ұнтағын осылай електен өткізіп саламыз. Немесе қант ұнтағы жоқ, ойбай десеңіздер, кәдімгі сахарды сала берсеңіздер болады. Осылай венчикпен араластырамыз. Сізде осындай блендер жоқ десеңіз, кәдімгі қол венчигімен де араластырсаңыз болады. Қыздар, істеймін деген адамға ешқандай не жоқ. Осындай бір жұмыртқаны аламыз да, салып араластырып, жарып араластырып жібереміз. Сосын електен өткіземіз. Онды міндетті түрде електен өткізіп, сосын разрыхителімізді салып араластырамыз онымен бірге. Осылайша сосын майымызды қосып, араластырып, қамырымызды илейміз. Қамыр бізде жұмсақ болып иленіп шығады. Бізге керек заттардың барлығын описаниеге грамм-граммен жазып кететін боламын. Осылайша қамыр илейміз, жұмсақ қамыр болады. Сосын қыздар, сары майымыз міндетті түрде 82%-тік, сол 60-70-60%-тен жоғары болу керек қой. Пирогтың дәмі сол сары майға байланысты болады. Сары майымыздың проценті жоғары болған сайын пирогымыз тәтті болады. Осындай формамызға жайғастырамыз. Мен формам 24 сантиметр. Жалпы үйлеріңізде қандай форма бар, сол формаға жасап пісіре берсеңіздер болады. Сосын айта кетейін қыздар, бұл дәл осы рецептпен пісірсеңіздер идеально болып шығады. Кәдімгі заказ алып сатсаңыздар да болады. Үйде отырған келіншектер құр отырмай, осылай өз ақшаларыңызды өздеріңіз тауып, кайфовать етіп, өмір сүргенге не жетсін, өз ақшаңды өзің жаратып деген сияқты ғой қыздар. Осылайша жайғастырып болған соң бізге начинкасын дайындау керек болады. Начинкасына бізге осындай весыйға қойып аламыз. Ыдысымызды тарасын алып болған соң, осылай сгущенкамызды құямыз. Бізге сгущенка, 3 желания немесе деповский, айналайын деген өте сапалы сгущенка керек болады. Басқа сгущенкалармен істесеңіздер, дәл осылай шығуы 2 талай. 170 грамм сгущенкамызды қостық. Сосын мен мұнда қаймақты қосып жатырмын. Сметанамыз 20%-дан жоғары, магазинский болса жақсы болады. Мен мұнда 30%-дық қаймақты қосып жатырмын. Осылайша екеуін қосамыз да араластырамыз. Сосын айта кетейін, 1 ас қасық крахмал қосып жібердім, кукурузный крахмал. Бұл дегеніміз начинкасын піскен соң жақсы ұстап тұруға көмектеседі. Кәдімгі идеально болып тұруға көмектеседі ғой. Үйлеріңізде бар болса крахмал қосып жіберсеңіздер болады, болмаса қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Пісіп шыққан соң 2 сағат суытқан соң өзі-ақ қатып қалады. Осылайша начинкамызды құямыз. Сосын қыздар, осылай начинкамызды құйып болған соң, үйлеріңізде қандай жидектер бар, ортасына салып қосып жіберсеңіздер болады. Өте әдемі болып көрінеді. Малина немесе клубника, тағы не бар, смородина қосып жіберсеңіздер болады. Ал мен мұнда үйде қарасам грек жаңғағы бар екен. Грек жаңғағын қосып жібердім. Грек жаңғағымен де өте дәмді болып шықты. Осылайша бортиктарын дұрыстап жібереміз. Пирогымыздың әдемі болып пісіп шығу үшін туралап барлығын осылай дайындап болған соң пирогымызды печкамызды 180 градусқа қойып қыздырып аламыз. Қызып тұрған печкаға 15-20 минут, немесе 20-25 минут, немесе 25-30 минут. Әр кімнің печкасы әр түрлі пісіреді қыздар. Соған қарап тұрып, кішкене қызарған соң аламыз, күйдіріп алмаймыз. Әдемі болып піскен соң,
әдемілеп тұрып суретке түсіреміз. Сосын инстаграмға сторисқа салып мені отметить етеміз. Қыздар, ұмытпаңыздар, обязательно отметить етіңіздер. Мен сіздерге ренжідім, қапа болдым. Менің видеоларымды көресіздер, қарайсыздар, бірақ лайк басып тіркелу дегенді білмейді екенсіздер. Ренжідім. Сіздер үшін ол ештеме тұрмайды. Лайк басып тіркеле салу, ал мен үшін ол деген прям счастье ғой. Мен үшін бақыт алып келеді ғой, мотивация болады ғой. Мен деген бір адамның тіркелгенін көрсем, сразу видео түсіруге желанием ашылып қалады. Сол үшін менің еңбегімді бағалап, мені қуанту үшін бір лайкыңызды аямастан менің бақытты болуыма себепші болып лайктарыңызды басып тіркеле кетіңіздер. Баршаңызға рахмет. Видеом ұнаса маған лайк басыңыздар енді қыздар. Осылай әдемілеп отырып шай ішіңіздер үйдегілермен. Айтпақшы, менің пісірген пирогыммен бір шай ішкенде жеп қойдық. Өте керемет болады енді. Бұл пирог деген енді келесіде енді күшті пирог пісіретін боламын. Ал күтіңіздер, күтетін болсаңыздар, колокольчикті баса кетіңіздер. Міне осылай жеп отырдық біз шай ішіп. Баршаңызға рахмет. Сіздерді жақсы көремін. Сіздермен болған мен Дана Кенжебек.